Қайырлы күн, құрметті студенттер. Біз оқуға құштармыз жобасы аясында бірлестігі ұстаздар арасындағы челленджді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздерге бүгін Бейбіт Сарыбайдың Рауғаш ерте гүлдейді әңгімесін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл әңгіме қысқаша әңгіме. Бұл жерде негізгі шығарманың негізгі идеясы кішкентай 6 жасар қыздың пысықтығы, кез келген жерден сөз тауып шығуы бейнеленген, көрсетілген. Мұқият тыңдап, сұрақтарға жауап берсеңіздер. Бейбіт Сарыбай қазіргі заманның Бердібек Соқпақбаева атанған жаңа заман жазушысы. Ол 1983 жылы қазіргі Райымбек ауданында 3 қаңтар күні дүниеге келген. Оның көптеген кітаптары бар. Мейірім, одан басқа Рауғаш ерте гүлдейді кітаптары бар. Және ол қазақ радиосында, телеарна каналдарында қызмет еткен. Қазір біз осы Рауғаш ерте гүлдейді әңгімесін алып отырмыз. Қазір мұқият тыңдаңыз. Әңгіме соңында сіздерге міндетті түрде сұрақтар қоятын боламыз. Университет алдындағы аялдамада адам қарасы көп екен. Жарты сағаттан астам уақыттан кейін Құдайға қараған көліктің біреуі тоқтады. Сол 20 адамдық шағын автобуста 49-шы болып, ол да кіріп үлгерді. Елдің өзі бір аяғын қоярға жер таппай тұрғанда, бір кесір жолдас отыратын орын жоқ екен ау деп өзінше өкініш білдірді. Оның сөзіне мырс етті де қойды барлығы. Бір кезде оның қолын бір кішкентай қолдың ұстағанын сезді. 10 жасар шамасындағы екі кішкентай қыз тұрған екен. Сөйтсе солардың біреуінің қолы екен. Сақтық жасап тұрған шығар деп үндемей қарап тұра берді. Сөйтсе ол қыз қасындағы қыздың қолы екен деп шатастырып жаңағы адамның қолын ұстаған екен. Бір кезде ол сезді-ау деймін, қолдың үлкен екенін, ары-бері алақанынан жылжытып көрді де бетіне бір қарады. Ол оның сәби жүзіне қарап күлді. Ол менікі дегені шығар, ал ол болса бетіне үнсіз қарап тұрып бір кезде күліп жіберді. Бәсе мынаның қолы қалайша үлкейіп кеткен деп таңданып тұрсам, деп қасындағы қызды ол нұсқады. Содан кейін екеуі ара автобус ішіндегі әңгімесі жандана түсті. Қаншасыншы курста оқисыз? Қаншасыншы курс емес? Мен мұғаліммін, айнамау. Ал керек болса, мұғаліммін деп қойып, Рос, мұғаліммін. Ал қай сабақтан бересіз? Тарих және география пәндерінен беремін. Егер география пәнінің мұғалімі болсаңыз, сіз онда мынаны білуіңіз керек. Нөл өзенінің ұзындығы қанша? Осы сұраққа қараңыз. Жауап бере алсаңыз, деп ойлады жігіт. Ал енді оның барлығын кішірек кезінде, мектеп кезінде оқыған еді, оның барлығын ұмытып қалған. Бірақ қайдан түскенін аузына 6000 шақырым деді. Ай, мұғалім аға, неге өтірік айтасыз? Таппадыңыз. Егер білмесеңіз, мен айтайын. Бұдан кейін сіздің жадыңызда болсын. Әлемдегі ең ұзын өзен осы Ніл өзені. Бұл өзеннің ұзындығы 5400 шақырым. Ай, қалқам-ау, сен оқығанда сондай болған шығар. Өзендер бір қалыпта тұра бермейді ғой. Жиі ұзарып, не болмаса қысқарып тұрады. Сен оқығанда 5500 шақырым болса, одан бері ұзарып 6000 шақырым болған шығар, деді ол сасқанынан. Ай, сіз де қатырады екенсіз. Сіз тұрмақ, сіздің әкеңіз оқығанда да осылай болған. Және сіздің немереңіз оқыған кезде де дәл осылай болады. Сіз неге мені алдайсыз? Егер білмесеңіз, білмеймін деп айта салуыңызға болады ғой. Мен сізге екілік баға қоятын мұғалім емеспін ғой. Шынымды айтсам, сіз мұғалім емессіз. Сіз талантсыз, актерсіз. Аз уақыт үнсіздіктен кейін қайта бастады. Сіз жаңа география пәнінің мұғалімімен қоса тарих пәнінен де сабақ беремін деп едіңіз ғой, иә? Онда айтыңызшы, ежелгі Египетте ел билеушіні не деп атайды? Мысалы, бізде президент қой. Ал
Басқа мемлекеттерде де дәл осындай президенттің атаулары бар. Ал енді сіз айтыңызшы, ежелгі Египетте ел билеушіні кім деп атады? Біраз уақыт кідіріп, бұл сұрақтың жауабына жауап бере алмағанын сезген жігіт, сұрағыңды түсінбей қалдым, қайталашы деді. Египетте ел билеушісін кім деп айтады? Жұрттың назарының барлығы екеуінде болды. Білмей қалсам, қатты ұят болады-ау. Өзіме де обал жоқ, география пәнін ғана айтсам қайтер еді, тарихты неменеге қостым деп ойлады жігіт. Енді міне осының азабын тартып тұрмын деп біраз уақыт өткеннен кейін білетін едім. Тек жұмыстан шаршағандікі ме есіме түспей тұр. Басқа әрпін айтшы. Паттат дейді. Бұл тілімнің ұшында тұр. Соңғы әрпінді айта салшы. Н. Болды. Өз-өзіңізді қинамай-ақ қойыңыз. Білмейсіз ғой, жаттап алыңыз. Египетте, ежелгі Египетте ел билеушісін Фирғауын деген. Әй, мұғалімім-ай. Ұятқа қалдыңыз, иә? Егер сіз мұғалім болсаңыз, онда бізге тіпті оқудың да қажеті жоқ. Ол қыздан тірі құтылмасын біліп, әңгімені басқа жаққа аударғысы келіп, өзің кештетіп қайдан келе жатырсың? Парктен. Ұнады ма? Ұнағанда қандай? Ақшаң жетпей қалған жоқ па? Қайдағы, қайта керісінше 1000 теңгеміз артып қалды. Мамам маған 5000 теңге берген. Мен 4000 теңгесіне жақсылап қыдырдым. Ал қалған 1000 теңгесін енді өзіне қайтарып беремін. Көп ақша беріпті ғой мамаң. Иә, көп берді. Өйткені біздің уәдеміз болды. Сол уәде бойынша мен 1-ші тоқсанда барлық сабақтан 5-ке шықтым. Ал мамам маған 5000 теңге берді. Тамаша. Мына достарға қаншадан берді? Ой, оларды ма? Оларға да берген жоқ. Бұл екеуі мамама берген уәдесін мүлде орындай алмады. Мынау менің сіңілім. Бұл 2 сабақтан 4-ке шығып қалған. Сөйтіп сыйлықтан құр қалды. Ал анау інім, ол тура сіз сияқты дым білмейтін сауатсыз. Менің жақсы оқығанымның арқасында бұл екеуі бүгін қыдырып келе жатыр. Ертпей тастап кетейін дедім де аядым. Жақсы оқыса қандай сыйлық алатындарын білсін және соны көріп ынталансын деп ертіп алдым. Апаң қандай жұмыс жасайды? Сіз менің сөздеріме қарап, папам үлкен қызметкер деп ойлап тұрған шығарсыз. Жоқ, мүлдем олай емес. Менің әкем автобустың жүргізушісі, ал мамам болса, сол автобустың кондукторы. Таңғысын біз ұйықтап жатқан кезде кетіп қалады да, сосын түнде біз ұйықтап жатқан кезде келеді. Біз бір-бірімізді мүлде көре бермейміз. Біз өзіміз өтіп жатырмыз. Сен мені әбден тексердің. Мен де сені бір тексеріп көрсем болар ма? Болады, неге болмасын? Сен жаңа жақсы оқимын дедің, е? Иә. Сен жақсы оқысаң, мынаны білуің керек. Көктемде ең бірінші гүлдейтін гүлді не деп айтады? Ерте өсетін гүлді айтшы маған. Сіз білмей қалса екен деп тұрған шығарсыз, иә? Өкінішке орай мен білемін. Сіз өте оңай сұрақ қойдыңыз. Көктемде ең бірінші қауыз жаратын, ерте өсіп шығатын гүл ол бәйшешек. Ол барлық гүлден бұрын өсіп шығады. Тіпті ол көктемнің келуін күтпей-ақ қыстың соңына қарай қардың астында жатып та өсе береді. Онда сен сол бәйшешексің. Неге? Өйткені сен де ерте гүлдепсің. Көктемнің шығуын күтпей-ақ бірінші болып. Жоқ. Мен бәйшешек емеспін. Мен деген рауғашпын. Мен әкем солай айтады. Жақсы көрген кездерінде ол рауғашым менің деп еркелетеді. Сіз рауғашты білесіз бе? Ол көп жақта өсе бермейді. Тауда ғана, ода да алыс тауларда ғана өседі. Білемін, біздің тауда да бар, мен оны жақсы көремін. Сіз де таулы аймақтансыз ба? Иә, оны қайдан білдің? Көріңізден байқалады. Оның үстіне мен де сол жақтанмын. Рауғашты көбінесе біздің жақтағылар ғана біледі. Сонымен рауғаш біледі. Саған дауыс шықты ма? Мен рауғаш қышқыл болады ғой. Мен де сол сияқты қышқылмын. Сосын рауғаш гүлдейді. Жас шыға салысымен піседі. Бірақ бір аяныштысы сол, оның ғұмыры өте қысқа.
колу жеткендер гана жеп үлгерет. Ал улар жеп үлгермесе, онда ол тез катып калат. Иә, оның бәрін білемін. Мен Рауғашты қатты жақсы көремін. Өзің бәрін білетін қыз екенсің. Алматының көшелерінен зәрезап болған жоқ, бұл күнгі жолдың ұзара түсейін деп келе жатқандай. Өйткені олардың барлығы да жаңағы кішкентай Рауғаш әңгімелеріне беріліп тыңдап келе жатқан еді. Бергілері келетін секілді, Құдай бергілері. Әрине, оны емес, жаңағы кішкентай Рауғашпын деп тұрған кішкентай қыздың тәтті қылықтарын тамашалап келе жатыр. Ол көптеген көзқарасты бірінен қысылғандай болып, еңкейіңізші деді қыз. Еңкейіңізші? Мыналардың барлығы бізді тыңдап келе жатыр ғой. Олар естіп қоймасын. Сіздің қызыңыз бар ма? Бар. Жігім? Жансая. Әдемі ат екен. Өзі де сұлу. Мен сияқты ма? Иә. Қашан үйленесіз? Мұны не қыласың? Жай, тойыңызға мені де шақырыңыз деп айтайын деген ғой. Ой қасқа, сені кімін деп шақырамын? Кімін деп шақырайын сені? Жай, танысым дей салсаңыз болады ғой. Танысым дей салғанға сенсе жақсы ғой. Бұрынғы қызың деп бәле салса не істеймін? Енді, олай деп ойламайтын шығар, жеңдің болмаса. Мен кішкентаймын ғой. Ой, сіз мені білмейсіз ғой. Сіз мен деген бар ғой, кереметте әншімін. Егер сіз мені тойыңызға шақырсаңыз, ән салып беремін. Керемет өтемін. Өмірде осындай қызықты сәттердің қысқа болғанда да тым қысқа болатыны жаманды. Олардың екеуі ара қызықты сәттерінің соңына жеткенін қыздың өзі білдіргендей болды. Сіз қай аялдамадан түсесіз? Абылай ханнан түсемін. Абая. Неге өкіндің? Мен Қонаев көшесіне түсетін. Үшін не қылады екен? Жолда машиналар көп қой, өту қиын. Ал сіз біздің аялдамадан түссеңіз, бізді жолдан өткізіп жіберсеңіз болар еді деп ойлап едім ғой. Сол аялдамадан түсіп қалып, Рауғаш қызды жолдан өткізіп, үйіне де шығарып салуына болар еді. Тек әр сөзін қалт жібермей отырған адамдардан ұялып, өз жөніне қарай жүріп те кете берді. Қыз автобустан үнсіз түсіп бара жатқан еді. Қыз-ау, пока демейсің бе? Поштасына келіп бара жатқаның не деп сұрады жігіт. Пока демеймін. Во-первых, сіз мені алдадыңыз. Ал во-вторых, тойыңызға шақырдыңыз да келмеді. Ол аз болса, тіпті сіз мені жолдан өткізуге де жарамадыңыз. Деп айыптап кетті. Олар түсіп қалғаннан кейін автобус әрі қарай жүріп кете берді. Көліктің артқы терезесіне қарап еді, жолдың жағасында тұр екен. Қолын бұлғап қала берді. Ол іштей аман бол айналайын деп кете барды. Ал автобустың ішіндегі адамдар енді не істер екенсің дегендей жігіттен көз алмай қарап тұрды. Кейбірі жылы жымиып тұрды. Көз алдыларында басталып, көз алдыларында аяқталған ғажап киноның аянышты кейіпкеріне аяушылықпен қарайтын сияқты болды. Құрметті әріптестер, әңгімеміз аяқталды. Сіздерге бұл әңгіме ұнады ма? Иә, ұнады. Әңгімеде не туралы, қандай кейіпкерлер болды? Жауап бере кетсеңіздер. Сұрақты қайталап жеңізші, естімей алдында жақтачы. Әңгіменің кейіпкерлері кімдер еді? Жігіт, қыз және бауырлары. Тамаша. Жарайсыздар. Жігіт автобусқа нешінші? Рауғаш, бауырлары, сосын мұғалім ағай. Және Жансая қызы болды. Жансая қызы болған жоқ автобуста, иә? Әріптестер. Қызы туралы айтты, тек Жансая деген қызы туралы. Иә, қызының аты Жансая болды. Қызының аты. Атын айтты, иә. Тамаша.
жібермеді деп жатыр ғой, жіберілмеген. Қандай таблица алып жіберіңдер? Қандай почтаға жіберіңдер? Прокуратура дегенге жібердік қой. Кімнің поштасы? жаңағы әңгімені тыңдағанда қызды қандай деп Психологтар. көз Бос алдыларыңызда, келген ғой. қандай қыз елестетеді көз алдыларыңызда? Білмейді. Микрофон өшіріп қойыңыздаршы. Жауап берген кезде ғана қоссаңыздар болады, иә? Жаңағы әңгімені тыңдау барысында кішкентай қандай қыз көз алдыларыңызға елестеді? Ақылды, өте икемді қыз, рауғаш деген қыз елестеді. Өте бәрін біледі. Ақылды, Білімді. білімді. Иә, тамаша, жарайды. Келесі сұрақ. Кейіпкер автобусқа нешінші болып кірді? 49-шы болып мінді. Тамаша, Меруерт апай. Жақсы. Қыздың бірінші қойған сұрағы жігітке қандай сұрақ қойды ең бірінші?